командабыз менен биригип ушул концертибиздин атын элден элге деп койдук. Буну Калбек койду өзү. Неге антип койдуң десем, эми Садык дейт, түрлүү өзүм деле ойлондум дейт. Ушу элден эле болгон нерсени алабыз, еще бекер алабыз. Анан кайра 500-700ден сатып беребиз да. Силергечи. Өзүңөрдүн товарыңарды өзүңөр аласыңар да. Анан ошого концерттин атын элге коелу, элден элге коелу деди. Хорошо дедим, бирок мындай алып караганда чындап эле эл менен болгон окуяларды, кызык окуяларды эле чогултуп айта беребиз. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Мисалы үчүн кече эле болгон окуя, кече Бишкекке келгенибизде болду. Биз постоянно Бишкекке келгенде Хашанга барабыз. Сиздер Ошко барганда майдаманта карасыңарбы? Кутта ошондой биз Хашан жейбиз. Хашан жей отурсак командабыз менен экөөчө таанып калды. Артисттер дагы ушул жерден чай ичеби дейт. Мен айттым, биз малканада чай ичелиби? Биз деле адамбыз, силер жүргөн жерде жүрөбүз, туурабы? Базарда эт алтам. Эми өзүнүн тилимен айтканда көш алып атам да. 1 килограмм көш берип коюң десем, артисттер дагы көш жейби? Мен айттым, жок, бул итиме. Биз артисттер только чөп жейбиз биз. Кызыклуу окуялар боло берет да. Магазинге барып кийим алабыз, бытовой техника бир нерсе аласың го, алып атсаң, нарактан бирөө аралашып алат. Буга кымбат сата бер, бул артист, буда пул көп дейт да. Сен каяктан билесиң мен канча акча бар экенин? Может, мен карыз калып аткандырмын, туурабы? Билбей эле сүйлөй берет. Ал эч нерсе эмес. Эң кызыгы мынандай. Тажияда бардым. Тажиядан билесиздер, олуттуу жер. Жүрөсүң, үстүнө кирип барсам бирөө таанып калды. Ассаламу алейкум, Садык. Алейкум ассалам. Битте күлдүрүп койбойсуңбу дейт. Элестеткеле кыргыз үйдүн боюнда кишилер турат. Атам ой деп атса. Мен 5 кишинин чогултуп алып берки бурчакта жерден бир шажыранча катарды го. Туура эмес да, туурабы? Бул эч нерсе эмес. Эми эркектер көбүнчө баняга киребиз. Парда отурам. Ысык пар. Эми аял кишилер билесиздер билбейм. Эркектер билет. Пардын ысыгы 70-80 градус ысык болот. 70-80 градус ысыкта кыйналып отурсам бирөө айтат, телевизордо быдылдап көп сүйлөйсүң, вообще сүйлөбөй атасың бу жерде дейт. Парда сүйлөгөн бул жакта турсун, дем алышың кыйын ал жерде. Адамдар чыдабай атса мен сүйлөй беришим керек экен да. Кимге жагасың анда да? Бул дагы эч нерсе эмес. Мал базарда жүрөм. Эми курмандык кылайын деп кой алып жүрөм да, койлорду карап, текшерип жүрсөм, бирөө, Садык кандайсың, жакшысыңбы? Телевизордо анча эмес көрүнөсүң, жашоодо сулуу экенсиң дейт. Туугандар, эми хотя бы койдун жанында сулуу көрүнбөсөм өлгөн экенмин ушул жерде. Баягы кишиге не дешин билбейм да. Мени мазактап атасың дейин десем, сулуу көрүнүп атасың дейт. Сулуу көрүнүп атат деп сүйүнөйүн десем, койлордун жанындамын да. Таң каласың, не кылышың билбей, мандраж болуп кала бересиң да. Биз анан мисалы үчүн универсал командасы тойдо кызмат кылып калабыз, тамада болуп. Тойдо жүрсөк, көп эжелер келип калат. Садык бала, мен сенин талантыңы сыйлайм, молодец. Мен кичинекей балам бар, сени аябай жакшы көрөт. Чоңойсо сендей болсун дейт. Жаман уялам ошондочу. Ал эжелер мени сахнадан эле көргөн да. Мен үйдө коңурук тартып уктаганын көргөн эмес да. Коңурук тартып шилекейим агып көргөн эмес да бечара. Билбей эле сендей болсун дейт, мен ичимен. Бизден жакшы болсун деп коем, башка нерсе айта албайсың. Кээ бирки кыздар мен аялым айтат да. Жеңе, сизге аябай жакшы, Садык байке кечке күлдүрүп жүрсө керек сизди дейт. Мен жашоодо серьезно жүрөм. Менин келинчегим мага турмушка чыккандан бери 7 жыл болуптур. 7 жылдан бери 2 эле жолу күлгөн. Биринчиси, ошо 11-класста Венеткага сүрөткө түшөсүң го? Ошону көрүп күлгөн. Негизи аны көрсөңөр силер деле күлөсүңөр да. Мен өзүң көрүп кайра күлөм. 11-классым көрсөң күлкүмүштүү го, туурабы? Чачтарың тикке болуп, өзүң капкара, мойнуң арбак. Бирок мен аялымын 11-класста Венеткасын көрүп күлбөйм. Мен өз көзүм менен көргөм 11-классын бүткөнүнчө. Мага анча деле кызык эмес десең. Ал дагы эч нерсе эмес. Мен өзүмдүн 2 кызым бар, 4 жашар, 5 жашар. Жетелеп көчөдө кетип атсам, бирөө айтат, Садык сенин кыздарыңбы дейт. Менин кыздарым. Сага окшош экен,
Менің қыздарым оны маған ұқсашау? Менің қыздарым Қалыбекке ұқсап қалсын ба? Құдай сақтасын болса бұл. Любой адамдың баласы өзіне ұқсашайды, кімдір біреудің баласы қошнасына ұқсаш ба? Таңғалышты нәрселерді айта береді. Тоғылдым дейсің, жалат боласың. Үй біледі арғандай нәрселер болады. Кейде бір болған оқия, аялыммен біраз қатырақ айтышып қалдым. Еркек кішем аялыммен айтышқаннан көшеге шығып кеткенім жақсы да. Та-та-та-та деп ешке шығып, настыртына жоқ тұрсам біреу келіп қалды. Байке суретке шығасақ бола ба? Болады. Суретке шық. Брат, кішкене жылмай қойсаң дейді. Елестет, үйде не болған? Қатының менен, сен деген адам мәсің, сен мен еркекпін, білесің, мен пашол дейді. Ешті жау, ешке шығып біреу мен. Ошоға айтам, көшеде кімдір біреуге тұра емес мамиле қылып қойсам, тұра түсінгіле, мен ошол уақытта аялыммен ұрыспаған боламын, мен. Бұл дағы еш нәрсе емес. Біреу айтады, бізде болады да, сіздерге қандай күлкімішті білмеймін, көпшілік бұл қудылдарға қызық болады да. Біреулермен сөйлесіп тұрып қалсың, 3-4 кісімен сөйлесіп қалсаң, біреу бір нәрселерді айта берсең, нарағындағы шереге сөзсіз сөйлейді да. Бұған көп сөйлер ме, ертең сахнада айтып шығатын дейді. Мен әркімнің сөзін жаттап жүрішім керек. Не дедіңіз? Не дедіңіз? Жашуда қызық оқиғалар береді. Ошол нәрселерді алабыз, қайра сіздерге 500-700-ден сатамыз. Рахмат. Азыр байқаған болсаңыздар, жақшылы оғылтау сіздерге. Оғылтау. Байқаған болсаңыздар, заман өніккен сайын жаңы кесіптер пайда болды. Жаңы профессиялар шығып жатады. Кесіптің орысшасы профессия. Туралайтын бе? Тура емес айтып қойсам, туралап қойғыла. Болмаса білесіңдер, мына видео ертең интернетке шыққаннан кейін бізде бармақ батырлар көп қой. Жазады. Мұнандай да, деп жазады. Сіздерде ділі болды ау? Өзі бір жылда бір жолы аялыңын туған күнінде бір гүл бересін 5 штук. Ошоның астына жазып қойды. Аялыңа гүл бергенге чейін апаңа берсең, сен ішің немен гүл береме? Нерв қылады да, астына сөзсіз жазады, бір несілері жаза береді. Ошол жазып атқанда арқасында пайда оқасам, арманда. Сен бір нәрсе деп атқанда шақ! Мінеріне ұрсаң да. Қамаса қамай берсін, зато құпылыма толып ұрғадым. Барса. Тура, ошоңа айтып қойайын, егерде тура емес нәрселерді айтып отқан болсам, туралап қойғыла, мынандай деп қойғыла, ертең видеода монтаждап оңдап қоямыз. Азыр жаңы кесіптер пайда болып кетті, мұрда жоқ әле, мисал үшін блогер, вайнер, тиктокер деген нәрсе жоқ болғанда, азыр шығып кетеді бай, мисал үшін мобилограф, SMM-шик деген жаңы кесіптер пайда болды. Мен дағы ойландым туғандар, жаңы бір кесіп ойлап таптым. Барымызға керекті, айрықша аял кішілерге өте керекті бұл нәрсе. Шыны өрелі, азыр айтам, бұл нәрсе анти-ушақчы граф. Любой ушақты бірінші оғасыңар. Мен өзім қолданып көрдім. Азына Қырғызстандағы жылдыздардың жашосы қандай болды, полный уқтым. Мысалы, Данияр Ерматовты барыңар тайынсыңар, красавчик ұрчы ғой, қаштары қап-қара, жүзі аппақ. Данияр Ерматовтың қашы жасалма екен туғандар. Аял кішілер кетшінде жаңа сөйкіңөрді чечіп жатасыңар ғой, құтты ошондай Даниярдағы қашын бүчіт. Ертеменен қайра тұрып, қаштарын алып, бүчіт деп жауыштырып көшеге шығып кеткен. Бұл еш нәрсе емес. Нұрлан Насип бар ғой, Нұрлан Насиптің беті протезген. Байқасаңар, постоянно күліп тұрады. Мұрдағы беті браконный протезлі, екі тіші ашық еле ба? Азыр оригинал, беті тұнып, тіштері тегіз. Әлеме Аваз Акимов бар ғой? Аваз Акимов. Айдана декадан қорқыткен. Сілер білесіңер бе? Антушақчы граф айтты. Алдағы еш нәрсе емес. Гүлжайна Атақанова бар ғой, біз нежеге қудыл. Ошол еркек екен. Антушақчы өз айтты маға. Характер еркек жоға. Анша-мұнша еркекті жөнле бұрып түсіріп қойды да. Мана салы құлды қуалап жүріп ұрады тамнаны. Еркек екен. Емеш ендім. Құрал Чоқоев бар ғой, Құрал Чоқоев. Өш әліп айткен. Жон. Ең главный звезда Мирбек Атабеков бар ғой. Айтайын мен.
Мирбек Атабектің чын аты Өткір екен. Өткір Атабеков екен. Ең қызығы туғандар, Бақтияр Тоқтаровты барыңар тайызара, Бақтияр Тоқтаров негр екен. Өзіңер деле ойлансаңар, 20 жыл мурда жазған буй-буй дағы деле хит да. Мындай нәрсе только негрлердің ғана қолынан келеді да мына. 20 жыл мурда 50 Cent, Snoop Dogg'тар полный хит болған, ошол эле Бақтияр Тоқтаров общий чогы хит да. Шоқ-шоғын ушақтарды ұққыңар келсе, анти ушақчы граф жалдағыла десең. Рахмат. Концертке даярданып атып, қыйла езілдендім. Езілденіп отырып, неге башқа мамлекеттер өнігіт деп қыйла езілдендім. Японияны көп езілдеп чұқыладым. Неге бұлар өнікке мамлекет? Десем, аларда деле бізге ұқсас президент, аларда деле депутаттар, ел үшін іштегені бар, өзі үшін іштегені бар. Полный бізге ұқсас. Просто алардан бізмен айырмауыз. Елдер өнігіп кеттір Японияда, елдер, өздері. Мисал үшін жұмысқа барғанда, ертеменен сағат 8-де бірінші барған адам, менен кейін келген адам жұмысқа кеш қалып қалбасын деп, машинасын алыстағы парковкаға қойып келеткен. Андан кейінгісі жақынырақ, ең кеш келген ишхананың озына машинасын қойып, ішке жетішеткен. А біздечі, сағат 8-де ишханаға барсаң, 8 машина тығылып тұрған болады ғой. Арқасынан 2 машина, арқасынан дағы бір машина, ауаныңқа тамыз қойған болады. Өтейін десең жол жоқ, бірақ нарата парковка бар да. Өт албай атып, өзі чыланып, кешке кеш қаласын, ішке кеш қалғандайын, начальнейін ұршат, мастернен түшкенден кейін ел үшін іштейін кебейді, только өзі түшкенден іштейсің тұра. Әлемі бір оқияны көрдім, Японияда болып тұр, бір чоң мост түшіп кеттір. 2 саат тоңдап қойып тұр Япония. 2 саат тоңдап, 2 сааттан кейін шаһардың мэри шығып, елге қайрылып отады. Япондардың тілі қопол ғой, білесіңдер ғой? Өрегөрегө, жүрегім ой, енеңін өрегөреді, сөгір отауды қой мұнаны. Енеңдерін көрген оны дөбелі біресін айтты. Кейін қотарымасын қарасам, елдерден кешірім сұрап тұр. Урматты халқым, 2 саат сіздерге ыңғайсыздық жаратқаныңыз үшін бізді кешіріп қойғыла деп тұр. Түшіп кеткен мосты 2 саат оңдап қойып кешірім сұрап тұр. Мен Бишкекке келгенімде 2013 жылы Ақорданың жолы бұзық еле, дашық бір бұзық тұрады. Ошол жол үшін қайсыл мэр кешірім сұраш керек десең. Ошол уақыттан бері қанша мэр алмашты. Әрбір мэр бірден чұқыр жамағанда да полный Бишкектің жолы тегіз оқып атылады, тұра? Мен дағы ошаны изілдем. Неге япондар мында болады екен? Ақыры издеп, япондар көрсе баласын тарбиялағанда башқача тарбиялайды екен. Баланы 3 этапқа бөліп тарбиялайды екен. 5 жашарға чейінгі баланы император деп қояды екен. Императорға қызмат қылғандай мамиле қылышады екен алар. 5 жашар баласына ойыншық алып берсе, сындырып қойса сүйінеді екен. Мен балам ойыншықты изілденіп сындырды, значит бұдан инженер шығады деп. Бізде ойыншықты сындырып көр. Сынған жеріменен башыңа ұрады қып, чай. Жөн елес баланы ұрып қойбастан атасын қошы ұршады қой. Атаң саған ақшаны ойнап тау. Атаң өкең мені жеп бүттің өр деп, жөн атасын ұршып қойды қой. Ойыншық алып бересін, еші ұрыша мұғын қойсын ғой. 5 жашқа чейін ошындай мамиле қылады екен. 5 жаштан 15 жашқа чейін қызматшыға мамиле қылғандай қылады екен. 15 жаштан жоғарысына досына мамиле қылғандай мамиле қылады екен. Бізде 5 жашар боласың ба, 15 жашар боласың ба, 45 жашар боласың ба, любой момент үйіңе келген атаң по-любому сөгеді. Аяқта жүресің жаңғырап. Айырмасы жоқ. Мен дағы ойландым, балдарым ошентіп тарбиялайын деп япондардың кітебін алдым. Атайын алсам, ішін ашып оқып алып, ішім томылам, ішім орып қалды мен, күле өріп ше. Қотырған адам тұр емес қотырған білмеймін. Біріншісі міндет. Ата-ана болудан мұрда балаңа дос бол дейді. Мен жақсы түсінбей қалдым. Қантеп ата-ана болудан мұрда балаңа дос боласың? Ата-ана болсаң анам бала болады тұр ау? Жүре берішің керек бойда оқымалыңда. Үйленмейсің десе, бірінші балама дос болайын мен. Сен балаң жоқ қой, үйленгенде болады да. Яңғырап жүресің. Аялым айтады, жақсы түсінбей қалдыңыз. Бұл дейді, балаңызға ата-ана болуштықтан мұрда дос болып чоңойтың, анан ата-ана боласады. Значит, қызық екен. Дағы іздедім. Балаңыздың дейді, көзіне қарасаңыз, емне қалып атқаны көрінеді деді. 5 жашар, 4 жашар қыздарын шақырдым, дәркеш. Көзіне ұшындай қарасам, чипсиден башқа ешнәрсе көрінбеді ғой. Біреусінікінен чипси, біреусінікінен мороженое, біреусінікінен мармелад көрінеді ғой. Дағы бірі қызығын айтады. Балаңыздың проблемасын ұғыңыз дейді. 4 жашар баладан қайсы проблема шығады? Не проблемаң бар десең, магазинда мороженое алып берейін дейді оны. Башқа не айтады тұра? Андан дағы қызығы,
балаңыздың көзінше аялыңыз менен урушпаңыз дейді. Біз қырғыздар вообще тескеребіз ғой. Наоборот, баланы алып келіп урушабыз ғой. Через бала арқылы урушабыз ғой біз турабы. Баланы қойып апасына қарап өзін айта албай, апаңа қара, апаң өзі үшін не болды деп, дамдар біресе айта бересің. Апаң болса тұрады, апасы болса, апа мороженое жейміз. Атаң ақша табаса жейсің мороженое? Қиратып ақша таппайды, кеше оқытайды. Ошаны аялың айтсаң болады, бірақ айта албайсың да, балаңа қарап, мен тауып атамын мен ақшаны. Ата десе, бар апаңа бар. Апа десе, бар атаңа бар. Ортада бешара бала мынандай өлі. Тескер екенбіз да. Екіншісін оқып алсам, екіншісін бітеді. Балаңыздың көзінше аялыңызды сүйіңіз дейді. Біз вообще тескер екенбіз деп қойдым. Біз балауызды ұқтатып қойып, анан сүйеміз аялыңызды тұрау. Бала ұқтап алса жүре береміз ғой, айналып. Ешті ашып, бала ұқтады ба? Аялың, алла. Хорошо. Ешке шығып, сөйре чегіп, нәрселерді қылып, қайра келіп. Ұқтады ба? Бала ұқтағанда ең бар анан аялың еміз сүйіп атсаң, балаң қайра ойған қойып қой. Аялың өкең бірдей теміпті. Өкең біргелікті ұқтатып қойсан қайра. Егер қолың жетсе, қолың жетпесе, бұтың менен. Біз қырғыздар көзі тескер екенбіз япондармен. Япондар баласын қойып алып, сүйет. Баласын бекітіп алып ұрышады. Біз баламызды ұқтатып қойып сүйеміз, баланы қойып алып ұрышамыз. Бірақ біздікі де тура да. Өзі нервің шығып атқанда, баламның арқылыға шығып тұрған апаңнан ұрышып олайын дей албайсың да. Тұру? Сразу момент қиқырып алышың керек қой. Бұл дағы еш нәрсе емес. Дағы бір немесін оқып, міндет. Экономикалық ауалыңызды балаңызға білдіріп тұрыңыз дейді. 4 жашар балаға, балам, Тұрат үшін бұйылқы экономикауыз, бұлдырқы экономикаға қарағанда 15% түшіп кетті. 4 жашар нені түсінеді? Мороженое жеймін, дейді ба? Жоқ, Тұрат түсінсең балам, азыр ақша жоқ. Экономикауыз 15% түшіп кетті. Мороженое жеймін деп түрет олып. Мен ойлап қалдым, бұл кітепті мас болып жаза аламын не өліп. Дағы біреусін ұқтым, ошанысын ұғып қылып көрейін деп әрекет қылдым. Жұманың бір күнін же бір саатын үй бүлөңізбенен чоғылыш қылып өткізіңіз. Ошол чоғылышта үй бүлөнің көйгөйлөрүн чечиңиз. Ошол чечимде балаңыздын чечимин кошо кабыл алыңыз дейт. Ва дедим. Чоғылыш кылам. Катын, эртең четверг чоғылыш кылабыз. Ошо боюнча унутуп калып, пятница окуп калыптыр. Чоғылыш болбой калды. Хорошо, кийинки четверг чоғылыш кылабыз. Кийинки четверг той чыгып калды. Ошентип отуруп бир айдан кийин чоғылыш кылдым. Бир айдан атайын базарга барып тоголок устал алып келип коюп, өзүм отуруп жаныма аялым, бул жагыма 5 жашар кызым, бул жагыма 4 жашар кызым коюп, урматтуу үй бүлөнүн мүчөлөрү. Чоғылыш дейм. Ушул айда бүгүн биздин үй бүлөбүздүн электр энергиясынан 500 сом квитанция келиптир. Ким көп свет жагып койду? Баягы эле аялың каршы чыгат да. Сен көп жагып койдуң, сен туалетте көп отурасың. Мен туалетте свет өчүрүп коюп отурам, түшүндүңбү? Кантип ушундай өзүм тура? Мына 500 сом болуптур, общий 125 чыгарабыз. Давай, деп балдарыңа акча жыйнап атсаң. Анан ойлонуп карадым. О, япондордун тарбиясы өзүнө буйрусун. Биздин кыргыздардын өзүбүздүн тарбиябыз Кудайга шүгүр. Улууларды урматтайбыз, кичилерди ызаттайбыз, достор менен ар дайым тамашалашып, азилдешип жүрөбүз. Бар болуңуздар.